Сәлем достар, біз бүгін сіздермен ЭКГ-ның тісшелері туралы талқылайтын боламыз. Яғни, әр тісше қалай пайда болды және бұл тісшелердің атқаратын қызметтері қандай, осы сұрақтарға жауап беретін боламын. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Бұл біздің каналдың әрі қарай дамуына өз үлесін қосады. Ең алдымен сіздермен бұл тісшелерді талқыламай тұрып, осы тісшелер пайда болу үшін жүректің өткізгіштік қызметін естеріңізге түсіргім келеді. Жүректің өткізгіштік қызметінде менің каналымда видео бар. Сол видеоның қазір жоғарыға ссылкасын тастап кетемін. Соған егер көрмеген болсаңыздар, бір көріп, қарап шықсаңыздар болады. Мысалы, мына жүрек деп алатын болсақ, ол 4 бөліктен тұрады, иә? Оң жақ жүрекше, сол жақ жүрекше, оң жақ қарынша және сол жақ қарынша. Ең алдымен импульстар синатриалды түйіннен пайда болады. Мінекей мына жерден СА дейін. Ең алдымен импульстар синатриалды түйіннен пайда болады. Осы синатриалды түйіннен Бахман, Венкебах, Торрель аяқшалар арқылы толықтай екі жүрекшелерді импульспен қамтамасыз етеді. Және олар осы жүрекшелерді қамтамасыз етіп болғаннан кейін ол атровентрикулярлы түйінге келіп тоқтайды. Атровентрикулярлы түйін. Енді жүрекшелердің толық импульспен қамтамасыз етілуі болған кезде мына П тісшесі пайда болады. Мына жерден көрсетейін. П тісшесі екі жүрекше толық импульспен қамтамасыз етіліп жиырылған кезде толықтай П тісшесі пайда болады. Енді П тісшесінің пайда болуының өзі бізде екі жүрекше бар, оң жақ жүрекше және сол жақ жүрекше. Оң жақ жүрекше жиырылған кезде былай бірінші және сол жақ жүрекше жиырылған кезде былай екінші жүрекше жиырылады. Негізі осылай жиырылады. Бірақ бұл жиырылу арасы жылдамдығы өте тез болғандықтан бұл бізге ЭКГ-да былай көрініс береді. Яғни бұл бірігіп кетеді екеуі бірге. Уақыттың жылдамдығына байланысты. Яғни П тісшесінің қалай пайда болғанын түсіндік. П тісшесі пайда болды. Енді жүрекшелер толықтай жиырылып, импульстар өтті. Енді олар атровентрикулярлы түйінге келді. Яғни бұл жер бізде уже жүрекшелер мен қарыншалардың арасындағы демалыс кезең деп айтсақ болады. PQ-дің арасын. Яғни жүрекшелер жиырылып болды. Енді келесі қарыншалардың жиырылуына дайындық. Осы кезде осындай интервал бойында сызық болады. Енді Q тісшесі. Негізі QRS бұл бізде комплекс. Бұл QRS комплексіміз толықтай қарыншалардың жиырылуына жауап береді. Яғни импульстердің қарыншаларды толықтай қамтамасыз етуіне жауап беретін болады. Немесе былай айтсақ болады, атровентрикулярлы түйіннен импульстар келді, ол гиш шоғырына өтті. Осы жерде бізде Q тісшеміз пайда болады. Және ол гиш шоғыр арқылы оң жақ және сол жақ аяқшалар арқылы жүректі импульспен қамтамасыз ету барысында R және S тісшелері пайда болады. Ал толықтай жүрекше мен қарынша импульспен қамтамасыз етіліп болғаннан кейін уже жүректе бізде реполяризация кезеңі болады. Бұл демалу кезеңі. Ол кезде Т тісшесі пайда болады. Бұл сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни P, Q, R, S және Т тісшелеріміз бар. Осы 5 тісше арқылы біз жүректе болып жатқан патологияны анықтай алатын боламыз. Және осы ЭКГ-ның тісшелерінде көретін бірнеше интервал және сегменттеріміз бар. Мына жерде RR аралығы, RR интервалы көрсетіліп тұр. Мына Q-дің басталған жерімен Т-ның біткен жерінің арасында бізде QT интервалы. Ал Q-дің басталған жерімен П тісшесінің басталған жерінің аралығы бұл бізде PQ интервалын құрайды. Бұл PQ интервалы. Ал мына жер QT, ал мына жер RR интервалдарын құрайды. Сонымен қатар бізде екі сегмент бар. ST сегменті. S-тің біткен жермен Т-ның басталған жерінің арасы бұл бізде ST сегменті деп аталады. Және P-дің біткен жермен Q тісшесінің басталған жерінің аралығы PQ сегменті деп аталады. Яғни сегмент мына жермен, мына жер екеуі бізде сегмент. PQ сегменті және ST сегменті. Ал интервалдарды көрсеттім, және бір ғана комплекс бар, жаңада айтып өткендей QRS комплексі.
сабақты қорытындылап өтетін болсақ, яғни П тішеміз жүрекшелердің жиырылуына жауап береді. Курес комплексіміз қарыншалардың жиырылуына жауап береді. Және Т бұл реполяризация кезеңі, яғни бұл жүректің демалу кезеңі деп айтуға болады. Егер ЭКГ-да П тішесінде өзгерісті көретін болсақ, мысалы деформациялану мүмкін, кеңеюі мүмкін, формасы өзгеруі мүмкін, ол кезде біз жүрекшелерде ақау болып жатыр дегенді білдіреді. Ал Курес комплекс өзгеретін болса, яғни қарыншаларда бір патология болып жатыр дегенді білдіреді. Яғни бұл бізде жалпы тісшелерге арнайы тоқталып өттім. Яғни бұл сабақта осы тісшелер туралы жалпы анықтама, олардың қызметтері, олардың пайда болуы жайлы болды. Сіздермен бірге болған Гүлбану Ғаниқызы. Келесі видеода кездескенше каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.